Сәлем қыз-келіншектер, қалайсыздар? Менің бет күтімі жайлы курсыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге керемет ақпараттармен бөлісіп, беттеріңіздің және де әжімдерін, дақтарын және де беттеріңізде көптеген проблеманы шешуге көмектесемін. Бірінші, мен сіздерге масканың мән жайысын айта кетейін. Бізде мынау бөдененің жұмыртқасы. Білесіздер, бөдененің жұмыртқасы көптеген қыз-келіншектердің ағзасына пайдалы. Сол үшін екі жұмыртқаны да пайдалануға бізге болады. Себебі бөдененің жұмыртқасы 100% көмектесетініне сенемін. Бірінші, мен сіздерге масканы айта кетейін. Бұл неге пайдалы екен? Бұл міндетті түрде беттеріңіздегі дақтары босанғаннан кейін әйелдерге 100% көмектесетін масканың бірі. Сол үшін видеоны мұқият тыңдаңыздар. Міне осы бөдененің жұмыртқасы. Осыны көптеген Корей елінің ең керекті маскасы. Беттеріндегі дақтар, веснушкалар, жазда веснушка шығады ғой, соларға 100% көмектесетін маска. Енді бізге осындай бөдененің жұмыртқасы қажет болады, және де осындай кукурузный крахмал қажет болады. Кукурузный крахмал беттегі әжімдерді жояды және де беттеріңіздегі дақтарды кетіреді. Енді ең оңай маска бөдененің жұмыртқасы және де осындай кукурузный крахмал қосамыз. Міне. Енді екеуін жақсылап осындай маска жапқышпен араластырамыз. Бізде кішкене аз болып қалды крахмалымыз. 1,5 қасық бір бөденеге жетеді. Бір бөдененің жұмыртқасына жетеді. Күнделікті кешкісін міндетті түрде жасаңыздар, оқырмандар. Міне, осы бөдененің жұмыртқасы мен крахмалды күнделікті кешкісін жағып жатамыз. Сонда бетіңіздің дақтарын кеткенін байқайтын боласыздар. Қазір менің бетімде ештеңе жоқ. Міне бетім өзі жылтырап тұр. Және де осы масканы күнделікті кешкісін жағамыз. Міне. Керемет нәтиже береді, міне. 100% көмектеседі. Масканы жағып көрсеттім сіздерге. Масканы 20 минуттан кейін жуып тастайсыздар. Және де беттеріңізде қатқаннан кейін жуып тастасаңыздар болады. Ал беттеріңіздегі проблемасы, дақтары, веснушкалар бар қыз-келіншектерге 100% көмектеседі. Сол үшін сақтап алыңыздар. Ал баршаларыңызға сәттілік.